Түбінде адам бақытты ма, бақытты емес па, оны ешкім білмейді. Ғажайып ертегі сияқты. Мәселен, мен жеке басым өзім, мен идеальный адам емеспін. Менің өмірімде де бәленбай қателік бар. Әр адам құлайды, бірақ сүрініп құлағаннан көтерілген адам, вот сондай адамды мен құрметтеймін. Жүрегіме қатты тиген ситуация, тендерде бастапқыда мен келген кезде біздер 3 партнер болып келдік. Сөйтіп, менің әріптесім өкінішке орай мені лақтырып кетті. Идеальный. Ешкім идеальный емес. Мәселен, біз Инстаграмға қараймыз, елдің бәрі шетелге шығып отырады, күйеулері бар, 5-6 баласы бар, например, да? Или бизнесі бар, үлкен там үйлері бар, автокөліктері бар, бірақ түбінде адам бақытты ма, бақытты емес па, оны ешкім білмейді. Бұл картинканың ар жағында не жатыр? Қаншама депрессия жатыр, қаншама көз жас жатыр, ешкім білмейді. Инстаграмда болмаса, әлеуметтік желіде танымал адамдардың өмірі бір ертегі сияқты, ғажайып ертегі сияқты. Көп адамдар армандайды, мен де осындай болсам екен, бірақ ар жағында не жатыр екен, ешкім білмейді. Мәселен, мен жеке басым өзім, мен идеальный адам емеспін. Менің өмірімде де бәленбай қателік бар. Бәленбай рет мен құлап, сүрініп, бірақ көтерілген адаммын. Менің ойымша, әр адам құлайды. Әрбір адамның өзінің жеке өмірінде бір драмасы болады. Бірақ құлағаннан, сүрініп құлағаннан көтерілген адам, вот сондай адамды мен құрметтеймін. Себебі сүрінсең, құласан, бұл сенің тәжірибең, демек, опытың. Мәселен, бизнеске келетін болсақ, мен бизнестегі ең сондай қатты көңілім қалған болмаса, жүрегіме қатты тиген ситуация, тендерде бастапқыда мен келген кезде біздер 3 партнер болып келдік. Негізі мен телеарнада көп жұмыс істеп жүрген кезде жалғыз басты ана болатынды білдім. Сол маған қатты ойландырды. Қалай баламды асыраймын? Өзімнің қара басымды әрең сүйрелеп жүрген адам. Бірақ сол кездер мен өте танымал актриса болдым, журналист болдым, телеарнадан мені көрсетті. Көп адамдар мүмкін ойлаған шығар, бұл кісінің енді өмірі ғажап ертегі деген сияқты. Әрине әдемі суреттер болды, әлеуметтік желіде де біз әрқашанда күліп ойнап жүретінбіз. Бірақ менің өзімнің өмірімнің жеке драмасы, бұл менің жалғыз басты ана болатынды білген кезде мен танымалдық болды, әрине, бірақ қалтам тесік болатын. Көп қаражат болмайтын менде. Сонда баламды қалай асырайым, бұл баланы қалай көтерем деген ой туындаған маған. Күнде соны ойлайтын. Қалай баламды көтерем, не істеймін, мен қарыздарым бастан асады деген сияқты ситуацияда қатты тығырықта болдым десем де болады. Сөйтіп менің бір коллегам, әріптесім келіп маған, осындай қазір тендер шығып жатыр, кеттік тендермен айналысайық. Кеттік, біздің командаға деді ол, сценарист боласың деді. Мен 2 күн ойландым. Ол кездер тендер жайлы естігенім бар. Тендер дегеніміз енді менің ойымша пара беру керек, таныс керек, жаңағыдай. Сіздің басыңызда қандай қорқыныш бар, комментарийге жазып кеттіңіз міндетті түрде. Енді барлық қорқынышына басымда болған. Шын айтам, 24 сағат емес, 48 сағат ұйықтаған жоқпын. Қорыққаным соншалықты мына қол аяғым дірілдеп, жұтуға менің тамағым кеуіп, жұтуға да мұршам жоқ болып, 48 сағат жатып ойландым. Қалай істеймін, не істеймін деп. Сөйтіп тәуекелдеп мен өзімнің әріптесіме барып, мен сценарист болмаймын командада, тек қана мен партнер ретінде кірем деп, мен тендерге сөйтіп тәуекелдеп кіріп кеттім. Сөйтіп не керек, бұны мен қалай біз жұмыс дегенімізді тағы да айтып берермін. Егер де қызықты болса, комментарийге жазыңыз, міндетті түрде бұл тақырыпты біз өрбітеміз. Алғашқы тендерлерім туралы басқа да выпусктарда айтатын болармын. Ал бүгінгі тақырып мен бизнестегі ең мені көңіл қалдырған ситуация, факап дейді, ағылшынша. Факап қандай болды. Біз тендерден пайда таптық, жақсы жұмыс істедік. Сөйтіп бізде 3 компания болды. Біреусі біз 3 партнер ішіндеміз. Енді бізде өкінішке орай құқықтық сауаттылық өте төменгі деңгейде. Содан кейін біз андай халықпызды, біздің менталитетіміз сондай.
сөзбен келісіп аламыз, қол алысып келісеміз, иә. Мәселен, егер де сіз ешкімді алдамайтын адам болсаңыз, онда сіз де, мәселен, сізді бір адам алдап кетеді деп ешқашан күтпейсіз, иә. Сонда былай қарасақ, біз енді қарым-қатынасымыз жақсы, әріптесім менің, жұмыс істеп жүрген. Сөйтіп бір компания біз үшеуміз болдық, бір компания тек қана менің әріптесімнің атында, бір компания менің атымда. 3 компаниямен біз тендерге қатысатынбыз. Сөйтіп әріптесім айтты, мына тендерді, бір тендер шықты, ол жақта енді ірі тендер, 1 жылдық. Осыны менің компаниям атынан қатысайық деді, жарайды дедік. Сөйтіп менің әріптесім өкінішке орай мені лақтырып кетті. Лақтырғанда қалай болды? Біз бастапқыда келіскен кезде біз айттық, міне үшеуміз тендерге кірдік, үшеуміз аяғына дейін тендерде бірге боламыз деп келіскенбіз. Қол алыстық, ешқандай бір құжат ештеңке жоқ. 3 компанияны бөлек-бөлек тендерге, әрқандай тендерге кіргіземіз деп келіскенбіз. Сөйтіп, годовой тендер менің досымның атында. Өзі менің интуициям қиын, қатты жұмыс істейтін адамынды, балаларға қарасам бір түрлі. Біз кездесуге келмейді, қолдар бос емес. Сөйтіп маған бір тендер тауып алдық, біз қағаз жүзінде өтетін. Мен балаларға жаздым, осындай тендер бар екен, қатысайық деп. И что-то олар избегать етіп, сөйтіп жатады. Блин, что-то не то. Олар айтты, біз қатыспаймыз, уақыт жоқ, қатыспай қояйық бұған деген сияқты. Мен ренжімесеңдер бала, мен өзім қатысам дедім. Ладно деп сөйтті. И представляете, сол тендерде бір-бірімізді көріп қалдық. Сөйтсем, бұл жігіттер менің без меня, да, как сказать, без меня. Менсіз бұл тендерді 1 жыл бұрын уже орындап жатыр екен. Бұл тендерге қатысыпты. Ну, ладно деп мен бір ренжіп қалдым, ойладым, тендерлерін бәрімізге жетеді ғой, құрсын, жарайды енді. Ештеңке жоқ, басқа тендерге қатысамын деп. Сөйтіп енді бізде тендерде жұмыс жасаған кезде общее имущество, да, ортақ мүлік пайда болады. Сол ортақ мүліктен кейін білдім, бір бөлігін біз партнер болып жүрген кезде менің серіктесім ұрлап алып кетіпті өз үйіне. Оны мен кейін білдім. Сөйтіп соңында, в общем, маған тендердің ақшасын, годовой тендердің ақшасын төлемей қойды партнерім. Бірнеше миллион болатын. Мен үшін енді, қалай десем болады, өте жүрегіме қатты тиді, себебі ақша жүрген жерде дос жоқ екен. 3 күн жыладым. Бірақ өзімді депрессиядан өзім шығарылатын адаммын менше. 3 күн жылап, қатты ойландым, не үшін, неге осындай ситуация болды? Неге мен соншалықты оларға адал, өзіме олай сенбейтін, бірақ партнерларыма мен 200% сенетінмін. Кейін, уақыт өте келе, мен бұл ситуация не үшін болғанына түсіндім. Москвада жүріп, таксиде отырмыз. Бірнеше жыл өтіп кетті, жарайды деп мен өзім компания аштым, өзім жалғыз тендерді жалғастыра бердім. Сөйтіп таксиде отырмыз, и таксист менен сұрайды: ой, вы из Казахстана, и сколько у вас пенсия? Я говорю, у меня у мамы 20 тысяч рублей где-то десем. О, дейді, такая большая. Я говорю, да. А почему мама ваша работала? То есть я говорю, нет. Менің партнерларым менің ақшаға лақтырып кеткен кезде, представляете, мен компания аштым, маманы директор қойдым, 500 мың зарплата қойдым. 3 жыл бой мамаға 500 мың зарплаттан пенсия отчислениясын жасадым, и менің мамам пенсияға максималкамен шығып кетті. Сонда менің басымда таксиде келе жатырмын, өзім Москвада оқуға барғам. Инсайт, прикиньте, қалай жақсы болды. Мені бұл балалар лақтырғаны қалай жақсы болды. Мен оларға сондай ризамын деп, сонда мен түсіндім, прикиньте, аж денемді тоғырғандай болды. Егер де ол жігіттер мені лақтырмаса, егер де олар маған қаражатын төлесе, егер де біз әлі күнге дейін партнер болсақ, онда кез келген тендердің пайдасын мен 3-ке бөлішедім. Ал дәл қазір мен жалғыз әр тендерден өз пайдамды өзіме табам. Осы ситуациядан кейін
Содан кейін де мен өзім жеке өмірімді қопардым. Мына жерде мынандай ситуация болды, бұл жерде де мен жыладым, депрессияға кірдім. Мына жерде мынандай ситуация болды, бұл жерде кейін мынандай болды ғой. Білесіздер ме? Өмірде қандай ситуация болмасын, қандай қиын жағдай болмасын, әрқашанда біліңіз, бұл ситуация сіздің өсуіңіз үшін берілген. Сіздің өсуіңіз үшін берілген. Осыны жаттап алыңыз. Мына миға сақтап алыңыз. Еш қашанда түңілмеңіз, еш қашанда еңсеңізді түсірмеңіз. Әрине, әр адамда өзінің драмасы болады. Бірақ мейлі 3 күн депрессияға кіріңіз, жылап алыңыз, эмоцияны іште сақтамаңыз. Бірақ түбінде бұл ситуация сіздің өсуіңізге ықпал тигізеді. Осы ситуациядан кейін міндетті түрде бір прорыв болады, бір скачок болады. Осыны есіңізге сақтап алыңыз. Еш қашанда түңілмеңіз, еш қашанда еңсеңізді түсірмеңіз. Барлығы жақсы болады. Барлығы керемет болады. Тек қана әрекет жасаңыздар. Әрекеттің түбі нәтиже, нәтиженің түбі береке.